Братан, видео дайын тұр, бірақ хукқа дым идея жоқ. Хукты қайтеміз? Давай бүйтеміз. Ах, футболка, жынды очки. Мен приором, как с фильма «Тачки». Қалтамда бар MP3 плеер, сағыз фрути. Бір жылжимыз, таңғырамыз. Қарасам тұр, алдымдағы. Өстіп бітірсек қалай болады? Кеттік онда. Бүгін үшбұрыштардың ауданы туралы айтамыз. Жалпы үшбұрыштардың ауданын табу үшін үш теореманы қолдану керек. Енді ең бірінші теоремадан бастайық. Үшбұрыштың ауданы оның қабырғасы мен осы қабырғаға жүргізілген биіктіктердің көбейтіндісінің жартысына тең болады. Бұны қалай дәлелдейміз? Жалпы сіздердің естеріңізде ме? Параллелограммның ауданы қандай екен? Параллелограмм ауданы қабырғаға түсірілген биіктікпен көбейтіндісіне тең. Яғни биіктік көбейтілген сол қабырғаға түсірілген биіктіктің өзінің ұзындығы. Ал біз көріп тұрғандай, егер біз С-дан Б-ға диагональ жүргізсек, онда біз не байқаймыз? Бұл үшбұрыш сол параллелограмм жартысы екенін байқаймыз. Яғни сол параллелограммның ауданының жартысына тең екенін байқаймыз. Оның формуласы бір көбейтілген А, яғни сол қабырғаға түсірілген биіктік түсірілген қабырға, сол биіктік қабырғаға түсіріледі ғой, сол қабырғаның ұзындығы және сол биіктіктің өзі. Келесі теорема. Үшбұрыштардың ауданы осының екі қабырғасы мен олардың арасындағы бұрыштың синусының көбейтісінің жартысына тең болады. Ал көрейік. Үшбұрыш. Кез келген үшбұрыш алайық. Оның төбелері А, Б, және С. Және арасында альфа деп алайық, осы бұрышты. Мынаны А, мынаны Б, мынаны С деп алайық. Теорема бойынша біз бұны дәлелдеу керекпіз. Яғни сол үшбұрыштың ауданы арасында жатқан бұрыштың синусы, яғни сол екі қабырғасы мен олардың арасындағы үшбұрыштың синусының көбейтіндісіне, яғни А көбейтілген Б көбейтілген синус альфаның жартысына тең екенін дәлелдеу керекпіз. Көрелік. Жалпы синус альфа деген не ол? Ол қарама-қарсыны гипотенузға бөлгендегі тіктөртбұрышты үшбұрыштардың ішінде. Ал көрелік. Біз биіктік жүргізейік Б-дан АС деген қабырғаға. Жүргізілмей жатыр. Қазір басқа методпен жүргізіп көрейін. Енді Б бізде теңде 2-ге бөлінген, сол үшін Б бөлінген 2 деп жазайын. Не Б бөлінген 2 деп жазайын. Бұл H деп алайық. Яғни сол альфа қарама-қарсыны гипотенузаға, яғни синус альфа, ол биіктікті гипотенузаға бөлгендегі. Енді синус альфаны формулаға қойып көрейік. АБ көбейтілген HA. Алар қысқара. Бізде не байқалып тұр? Б көбейтілген H. Яғни H қайқа түсіріліп тұр? Б-ға. Яғни үшбұрыштың формуласын алдыңғы теореманы біз басқа теоремамен де дәлелдесек болады. Яғни сол екі теорема бір-бірімен өте қатты байланысты болып тұр. Яғни біз бұл теорема дұрыс екенін көре аламыз. Келесі теоремаға көшейік. Үшінші теорема Пифагор теоремасы. Пифагордың теоремасы не дейді? Тікбұрышты үшбұрыштың гипотенузасының квадраттары катеттердің квадраттарының қосындысына тең болып табылады. Яғни бізде мысалы кез келген тіктөртбұрышты үшбұрыш бар деп алайық. Осындай және осындай. Және бұл гипотенуза А мен Б катеттері болсын. Осы катеттердің квадраттарының қосындысы гипотенузаның квадратына тең деп айтады Пифагор.
Бұны дәлелдеудің ең оңай жолы, біз мысалы ең элементарды Пифагор теңдеуі, яғни теңдігі 3 квадрат қосылған 4 квадрат тең 5 квадрат деп аламыз, яғни сіздер байқап тұрсаңыз, а квадрат деген ол квадраттың ауданы, б квадрат, яғни б деген қабырғасының ұзындығы б-ға тең квадраттың ауданы, және с да тура сондай. Яғни сол арқылы да дәлелдесек болады. Мен осы үшбұрышты алып, дубликат жасайын, және осы жерге апарайын. Мен қараңыздар. Мысалға, осының ауданы кішкене қисықтау шықты. Біз қайтадан көрейін. Және бұл ең үлкен болып табылады. Қазір мынанды жылжытайын, симай қалып жатыр. Осы жерге жылжытып, енді осындай аудан шығады. Ой, қатты үлкен болып кетті. Яғни мынаның ұзындықтары с, а, б. Енді Пифагор теоремасы бойынша с квадрат, яғни осының ауданы, осы жасылдың ауданына тең деп айтады. Яғни біз мысалы тор көзді дәптерге салсақ, 3-те 3, яғни 9, 4-те 4, яғни 16 тор көз, және 5-те 5, ол 25 тор көзге тең екенін байқаймыз. Ол ең элементарды Пифагор теоремасының дәлелдемесі. Ал кеттік. Бұны түсінуге біз бірнеше есептер шығарайық. А деңгейінің есебін көрейік. Тең берілі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 5-ге, табаны 6-ға тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Жарайды, көрейік. Сіздер өздеріңіз шарт көріңіз. Мен сізге уақыт берейін. Сосын видеоны паузаға қойып, шарт көріңіз. Ал кеттік. Үшбұрыш тең бүйірлі деген бүйір қабырғалары шеттерінде орналасқан, яғни адамның да бүйірі бар ғой, адамның бүйірі. Тура солай ол екі шетте орналасқан симметриялы. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйір қабырғасы 5-ге тең. 5-ге, ал табаны 6-ға, яғни табаны аяқ жағы 6-ға тең. Үшбұрыштың ауданын табыңыз. Ал кеттік, біз бұны 2-ге бөлейік. 2-ге бөлсек не болады? Бұл жері 3 болады, бұл жері 3 болады. Біз бұның жартысының ауданын тауып көрейік. Теорема 1 бойынша біз есімізге түсірейік. Не айтып еді? Теорема 1 бойынша S тең осының ауданын табайық. Біз бірінші ашты табу керекпіз. Әр қай теореманы қолдану үшін бізге 2 катетте керек. Яғни катетті табу үшін біз Пифагорды қолдансақ болады. 3-ші теорема 5, яғни гипотенуза 3 квадрат қосылған h квадрат. Осы жерден h квадрат тең 25 азайтылған 9, ол 16. h квадрат плюс минус 4, бірақ терістен шықпаған үшін тек қана 4 болады. Яғни биіктік 4-ке тең. Енді біз формуланы қолданып қабырғаға жүргізілген биіктіктің көбейтіндісі, яғни соның жартысына тең. Біздің жағдайда ол 6 қабырға, және биіктігіміз 4-ке тең. 2 мен 6 қысқартса 12 бұл шығады. Б деңгейінің есебі. Үшбұрыштың 2 қабырғасы 6 және 8 см, олардың арасындағы бұрыш мынандай. Кеттік. Қайтадан шығарып көрейік.
осында 3 бұрыш бар. Және оның бір қабырғасы 6 сантиметр, біреуі 8 сантиметр арасындағы бұрыш альфа деп алайық. Мынау сантиметр. Екінші теорема бойынша, яғни АС көтілген екі қабырғасы және оның арасындағы бұрыштың синусының жартысына тең. Яғни АБ көбейтілген синус альфа. АБ көбейтілген синус альфа. Соның жартысы. Енді кеттік. Бірінші Аны шығарып көрейік. Ада бізде 1-2 көтілген 6 көтілген 8 көтілген синус 120 градус, е? Бұл жерде 3 көтілген 28 ол 24. 24 синус 120 градус. Синус 120 градус. Синустың 120 градусы, синустың негізгі нүктелері 0, 1, 0, минус 1, 0. 90 градус, яғни синус 120 ол түбір асты 3 бөлінген 2. Және жауабы 12 түбір асты 3 болады. Егер сіздер үйренгіңіз келсеңіз, қалай тригонометриялық кестені жаттап алуға қандай типтар бар, яғни қандай оңай жаттау түрлері бар, соны үйренгіңіз келсеңіз, тағы да комментария жазып кетіңіз. Мен тағы да видео түсірсем болады негізі. Қайтадан бұл екіншісі 24 көбейтілген 24 деп ала берем, өйткені біз уже 6 мен 8-ті көбейтіп 2-ге бөліп қойдық, және синус 135. 0, 1, 0. 135 арасында түбір асты 2 бөлінген 2 болады. Түбір асты 2 бөлінген 2. 24 көтілген түбір асты 2 бөлінген 2. Ол 12 түбір асты 2. Енді Б-сы 24 көтілген синус 150. Синус 150 0, 1, 0. 2-де 1-ге тең. 2-де 1-ге тең, және 12-ның өзіне тең екен көреміз. Кеттік. С деңгейін есебін шығарып көрейік. Тең бүйірлі үш бұрыштың ауданы берілген екен. Ал көрейік. Ауданы 48, яғни осы үш бұрыштың ауданы 48 сантиметрге тең. 48-ге тең екен. Мына жерде сантиметр квадрат деп жазуға ұмытып кеттім. Өйткені бізге сантиметр екен берілді. Бұл есепте сантиметр ештеңе жоқ. Яғни квадратқа өлшем бірлік берілмеген. Сіз бұл есепті өзіңіз шығарып көріңіз. Сізге уақыт берейін. Ал сіздер видеоны тоқтатып шығардыңыз деп санаймын. Енді бірге тексерейік. Ал кеттік. Енді тең бүйірлі үшбұрыштың ауданы 48-ге тең, ал табаны 16-ға, яғни 16-ға тең. Енді үшбұрыштың бүйір қабырғасын табыңыз дейді. Бүйір қабырғасын. Біз білеміз, үшбұрыштың бірінші теорема бойынша формуласы ол қабырға, сол биіктік түсірілген қабырға мен биіктіктің көбейтіндісіне тең. Яғни А көбейтілген H деп алайық. Яғни осыдан 48 тең 2-ден 1 көбейтілген 16 көбейтілген H. Мынақты 8 болады. 48 көбейтілген 48 тең 8, яғни биіктік бізде 6-ға тең болады. Яғни биіктік жүргізейік. Биіктік жүргіздік. Осы зат 6-ға тең. 16-ның жартысы 8. Және пифагормен шығарайық. Тең бүйірлі үшбұрыштың бүйірін табу үшін Пифагор теоремасы бойынша тік төртбұрышты үшбұрыштың гипотенузасын табу үшін
біз квадраттаймыз катеттерін. 8 квадрат қосылған 6 квадрат. Бұл бізде 100-ге тең болады. Яғни с плюс минус 10, бірақ теріс сан алмағандықтан тек қана 10 болады. Яғни үшбұрыштың бүйір қабырғасы 10 см-ге тең. Ал сізге мен сабағым ұнады деп санаймын. Енді сіздерде сұрақ болса сұраңыздар. Видеоның астында сілтемеде тағы да есептер шығарсаңыз болады. Сіздерге квизбен кітаптың сілтемесі тұрады. Тыңдағаныңызға рахмет. Сау болыңыздар.